Марат Сералұлы, армысыз сұхбатқа келіскеніңізге мыңда бір рахмет айтам. Барлығымыз мына Арыстағы жағдайдан хабардармыз. Осы ретте қоятын бірінші сұрағым, осы оқ-дәрілерді, жарылғыш заттарды арнайы қоймаларда қоюдың ережелері қандай, негізі сол жөнінде айтып өтіңізші? Арыстағы қойма Совет үкіметінен бізге келген қойма ғой. 30-шы жылдары салынған қойма. Ол қару-жарақты әрбір қоймаларда өзінің қалай ережелері болады. Қорғаныс министрінің бұйрығы да бар. Қандай уақытта жөндеу керек, қай уақытта шығару керек, сондай барлығы жазылған. Мен ойлаймын, сол адамнан болған емес шығар деп ойлаймын. Дегенде мынау ол неге айтам, сенбі күні онда адам жұмыс істемеді, жексенбі күні тағы да жоқ, дүйсенбі күні әлі үлгерген жоқ баруға. Сол кезде таң ата дүйсенбі күні болған жарылыс қой. Техникалық па, сырттан ол қоймаға ешкім келген жоқ, сигнализация бар, әскери военизированный охрана деген дүние бар. Онда жас солдаттар емес ол охранада. Кәдімгі 30-да, 50-де, 40-дағы азаматтар аңдиды. Іште істейтін адамдар, сыртта жүрген адамдарға бағынбайды. Бір-біріне бағынатын подчинение жоқ. Енді сырттан келуге тағы да охрана тұр деп отырмын ғой. Біреу қатсандық жасап келіп, ол да болған жоқ деймін. Марат Сералұлы, мынау сол жерде тұрған, Арыста тұрған осы қойма 30 жылдан бері келе жатыр дейсіз. Онда қандай оқ-дәрілер тұрған, қандай жарылғыш заттар болған ішінде? Онда ракета, артиллерия, жалпы снарядтар ғой. Әдейлеп, солай температура режимі деген қысымдық ауаның ондай іштеме жоқ. Ол стратегиялық ракеталарда ғана бар. Онда далада да тұра алады. Сондай осындай температурада сақтау керек деген ондай ереже жоқ. Мүмкін техникалық, тоқ сияқты өрт болады ғой, тоқтан кетті деп. Мүмкін сондай бірдемелер комиссия құралды ғой. Президентімізге дейін бар, қорғаныс министрі болды, шешіледі деп ойлаймын. Тағы бір мазалайтын сұрақ, мысалы, сол қоймаға неге қала жақын орналасқан? Кешеде айтып жатыр осы мамандар, бірнеше шақырым болу керек дейді арасы, ал бұл жерде бір 200 метрге шейін жақын тұрған. Үкіметтің қаулысы бар, әдей жасалған осындай қоймаларға. Запретная зона деген ол 3 километрге дейін барады. Ал үйлерді анау тұрғындар прямо анау складтың жанында салған. Ол өздері салды ма, мүмкін акимат берді ма, оны мен айта алмаймын. Ол жөнінде тағы да комиссия оны шешеді. Ол үйлер қалай пайда болды анау складтың жанында. Заңды түрде істелу керек қой барлығы. Сосын тағы бір мазалайтын сұрақ, мынау сол бұрыннан Совет үкіметінен, Кеңес үкіметінен келе жатқан жаңағы оқ-дәрілерді жою ұзақ уақыт алады дейді. Мысалы, қанша уақыт кетеді? Жою жұмыстары жүріп жатыр. 2005 жылдан бері ревизия жасалып, шығаратын оқ-дәріні шығарып, утилизация жасап, сондай жұмыстар жүріп жатыр. Былтыр ғана 180 мың тонна қару-жарақ шығарылып, сондай жұмыстар жүріп жатыр ғой. Ал барлығын бұлай істеп тастауға ақша керек, қаражат керек. Біздің ұсынысымыз болған 10 километрге дейін апарайық деп. Енді Қазақстанда Құдайға шүкір жер жетеді ғой. Ал 10 километрлік зонада ауылдар тұр. Оған ағыда қаражат керек. Сондай қиындықтар болды. Марат Сералұлы, уақытты сұхбатқа келгеніңізге мыңда бір рахмет айтамын. Рахмет.